Сәлем, менің атым Нада. Бүгін мен сізге қосымша қоймаларды қалай құру керектігін және ингредиенттердің есептен шығарылуын қалай орнату керектігін айтамын. Бастау үшін мекемеңізде азық-түлік сақтайтын қоймаларды қосыңыз. Қоймалары қойындысын ашып, қойма қосу түймесін басыңыз. Оның аты мен мекен-жайын жазыңыз. Қойманы бір немесе бірнеше сауда нүктелерімен байланыстыру үшін орынға құсбелгі қойыңыз. Содан кейін ингредиенттер мен тауарлар терминалда сатылған кезде автоматты түрде есептен шығарылады. Өзгерістерді сақтаңыз. Егер мекеменің әртүрлі қоймаларында салаттар мен коктейльдерге қосылатын лимон сияқты ингредиенттер бірдей болса және ол қоймаларда сақталса, ас үймен бар. Содан кейін ол әдепкі бойынша соңғы жөнелтілген немесе жылжытылған қоймадан алынады. Ингредиенттер сатылған кезде қайдан алынатынын көрсету үшін қоймаларды дүкендермен байланыстырыңыз. Мекемеге кіру қойындысында мекеме атауының жанындағы өңдеу түймесін басыңыз. Есептен шығару ережесінің тармағында дүкен бойынша есептен шығаруды орнату опциясын таңдаңыз. Содан кейін ингредиенттерді дұрыс қоймалардан есептен шығару үшін пісіру цехтарының әрқайсы үшін қоймаларды таңдаңыз және сақтау түймесін басыңыз. Енді барда дайындалған коктейльді сатқанда лимон бар қоймасынан есептен шығарылады. Ал егер сіз ас үйде дайындалған салатты ас үй қоймасынан сатсаңыз. Тамаша, енді сіз қоймаларды қалай жасау керектігін және ингредиенттердің есептен шығарылуын қалай реттеу керектігін білесіз. Сұрақтарыңыз болса, біздің қолдау көрсету тобы сізге көмектесуге қуанышты. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз керемет өтсін.